Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз өзбек халқының дәмді сорпасы машхурда, яғни маш көже дайындаймыз. Бірге жасап көріңіздер. Ол үшін бізге қажетті өнімдерді турап аламыз. Етімізді, картопымызды, пиязымызды және мен сәбізді күштен өткіздім және оны жіңішкелеп турасаңыздар да болады. Қызанағымызды барлығын жақсылап турап аламыз. Ары қарай қызып тұрған қазанымызға майда құйып, етімізден бастап қуырамыз. Етіміз жақсылап қуырып болғаннан соң пияз саламыз. Пиязды қызарғанша қуырып болғаннан соң ары қарай өнімдерімізді сала береміз. Сәбізімізді салып қуырып аламыз. Және мен томат пастасын қостым. Жақсылап барлығын араластырып қуырып аламыз. Барлық өнімімізді қуырып болғаннан соң 2,5-3 немесе 2-2,5 литрдей су құйып, дәміне қарай тұз саламыз. Қайнатып аламыз. Суымызды құйып болғаннан соң бірден бір кесе машымызды тазалап алып жуып, сорпамызға бірден салсақ болады. Сорпамыз қайнағаннан соң бетіне көбіктер шығады, оны тазалап аламыз. Сосын астын баяу отқа қойып, қайнатып қоямыз. Сорпамыз баяу отта қайнап, пісуге 20-15 минут қалғанда бір кесе күрішімізді жуып, тазалап, сорпамызға қосамыз. Сорпамыздың астындағы отты баяу қойып, күрішіміздің, машымыздың піскенін бақылаймыз. Піскеннен соң осылай әрлеп ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді, жасап көріңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.